Barchaga salom dostlar. iPhone 11 Pro oynatılıp жатыр Telegram'da dostlar. Host Telegram и описание комментарияда Telegram'ның ссылкасы болады. Осыған срочно кіріп Telegram'da ойынға қатысамыз. Просто Telegram кіреміз болды достар. Осы iPhone 11 сіздікі болуы мүмкін. Barchaga salom dostlar. Sizlerмен sport жаңалықтары видеоны басамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Алимхан ұлы Канеломен айқасты шартын айтылды. Орта салмақта WBO чемпионы Жәнібек Алимхан ұлыны келесі дивизионға ауысуы керек. Тілшісі берген сұхбатында есепін арнасының латиноамерикалық редакциясының журналисті Фернандо Барбоза осындай пікір білдірді. 14 қыркүйекте Жәнібек германиялық Винченцо Гуальтерге қарсы жекпе-жек IBF және WBO титулдары сарапқа салынады. Орта салмақта жағдайы нашар мықты деген боксшылардың көбі Канелоны қуып кетті. Алимхан ұлы онымен баяғыдан айқасқысы келетінін ескерсек, оған дивизион ауыстыруды ойлау қажет. Екі титулды біріктірсе де ол мардымды табыс көре алмайды. Орта салмақта жақсы қарсылас жоқ. Бұл дивизион Канелоның кетісімен және Головкиннің әрекетсіздігінен кейін қаусап қалды, дейді Барбоза. Қазақстандық әлем чемпионы екі титул үшін айқасқысы дайындық көрсетті. Жартылай орта салмақтағы қазақстандық боксшы Жанқош Тұраров титулды жекпе-жекке дайындығын жалғастыруда. IBO тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағын жеңіп алған Тұраров келесі жекпе-жегін 10 желтоқсан Алматыда өткізеді. Оның қарсыласы 38 жастағы жапониялық боксшы Акихиро Кондо болады. Жеңіліп көрмеген Жанқош пен Кондо қазақстандық белбеуін бөлек WBI Gold титулы да сарапқа салынады. Еске салайық, Тұраров IBO белбеуі мексикалық Алехандро Менисті нокаутқа түсіріп жеңіп алған болатын. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.